Дюнаның екінші бөлімі масштабы галактикалық деңгейдегі ғылыми фантастикалық драма. Бір ақпарат көздерінде 190 миллионға түсірілген дейді, біреуінде 122 миллионға түсірілген дейді. Әйтеуір қымбат, өте қымбатқа түсірілген фильм. Бұл туындыға мен 2 сағат 46 минуттық визуал гипноз деп баға берер едім. Маған Дени Вильневтің бұған дейін бірнеше туындысын ұнайтын, жалпы керемет режиссер деп санаймын. Ендігі жерде бұл кісінің әзірге ең үздік туындысы осы Дюнаның екінші бөлімі болуға тиіс. Әлемнің қай бұрышы болмасын, адам болған соң бұл жерде билікке талас, үстемдікке деген күрес ешқашан тоқтамайды. Мұндағы мысалы фильмдегі специді мұнай десеңіз де болады, алтын деңіз бәрібір. Әйтеуір адамзат түптеп келгенде екі нәрсе үшін соғысады. Біріншісі бұл жаңа айтқан табиғи ресурстар, байлықтар, специялар. Екіншісі идеология, адамның санасы үшін соғысады. Меніңше осы екінші соғыс идеологиялық үшін болып жатқан шайқас басталып кеткелі біраз болды. Дени Вильневтің туындысы Газа секторындағы Палестин халқына жасалып жатқан геноцид кезеңінде шығуы жалпы саналы көрерменге ой салса керек. Өмір салты мен мінез құлқы діни философиялық ұстынға құрылған құм тұрғындары өз жерінде қуғынға ұшырап жатыр. Фильмдегі сюжет осы. Мұсылман әлемінде Мағди имам жайлы фундаменталды түсінік бар. Ол келгенде әлемде нағыз қой үстіне боз торғай жұмыртқалайтын заман болады. Біз бұған мұсылман баласы ретінде кәміл сенеміз. Фрэнк Герберт, кітаптың авторы, осы сенімді батыстық бір ориенталистік бір түсінікке бұрмалайды. Себебі аракистегі фремендер, халық сондай бір сенгіш діни догматтың құрбаны ретінде көрсетілген. Герцог Пулмадип, оны енді лайсаңайлы ғайып десеңіз де болады. Тимотей Шаламенің кейіпкері ғой. Ол енді бір сөзбен айтқанда құтқарушы. Ең бастысы ол бөтен әлемнің кейіпкері. Бірақ фремендердің құтқарушысы. Емеурінді байқаған шығарсыздар. Түптеп келгенде Мағдидің өзі герцогтардан шығады-мыс. Герцогтың артын қазсақ ол батыс әлемі. Енді махаббат тақырыбы барлық сюжеттің өзегі екенін білеміз. Құм басқан аракистегі соғыс сюжетінің өңіне қан жүгіртетін тізбек осы Тимотей Шаламен мен Зендаяның арасындағы адами сезімдер. Фильмнің ерекшелігі де сол, әрі масштабты милитари фильм, соғыс фильмі, әрі камералық махаббат хикаясы бар мұнда. Енді осындай шеберлікті иллюстре алатын режиссерлердің көп емес екенімізді білеміз. Бұл сондай бұйыра бермейтін бақ. Дени Вильнев мастер, енді мойындау керек. Фильмдегі антагонист Рейд Раут оспадар әпер бақан кәдімгі классикалық жексұрын түрінің өзі айтып тұр ғой. Бірақ осы батырлардың өн бойында туа бітті бір есалаңдық, әлде зұлымдықтың арнаш жатқан сияқты көрінді маған. Таптауырын зәлім, бірақ біртүрлі соны образ. Бұл да шеберлік. Маған кейіпкерлердің футуристикалық костюмы образ ұнады. Мұндағы шығыстық перделі жабық стилистикамен қатар қатыгез табиғаттың талабына сай соғыс динамикасына төтеп беретін хром типтес комбинезондар бар, кенеп бүркеншек, темір сауыттар. Мұның бәрі фильм атмосферасын қойылыта түскен секілді, бір қатыгездендіре түскен секілді көрінді маған. Ерекше астын сызып айтатын нәрсе ол Ханс Зиммердің музыкасы. Аракистің құм сусыған шөл даласы, ымыртта ғана батар күннің қанжоса көрінісі композитордың екпін туындысымен күшті, ғажап үйлескен. Маған түсініксіз болған фильмдегі сюжеттегі ол жер асты құрттарын қалай басқаратыны. Мысалы, сондағы адамдар діттеген жерге қалай бағыттайды, мысалы. Өте қызық болды маған сол бір момент. Бірінші бөлімін қайталап көруге тура келіп тұр. Эпикалық фантастикалық туындыны толықтай IMAX камераға түсірген екен. Жалпы фильмді көруге мен ұсынамын.